Шетелдік түрлі уағызшылардың, спикерлердің, уағыздарын, видеоларын біздің ғылыми, мәдени сүзгіден өткізбей, аударып, қоғамға ұсынып, соны әлеуметтік желілерде таратып жатады. Ол жердегі ойлар, идеялар, түсініктер жалпы мүлдем басқа тарихи, мәдени, әлеуметтік кеңістікке арналған болуы мүмкін. Сол жердегі түсініктер, құндылықтар біздің Қазақстан қоғамының құндылықтарына жалпы қарама қайшы келіп, қақтығысқа түсіп жатады. Бұл тек жай ғана бір діни мәселе емес, бұл қоғамдық қауіпсіздікке тікелей әсер ететін дүние. Өкінішке қарай сол уағыздарды тыңдап, сол жерде құндылықтарды, көзқарастарды бойына сіңірген жастар көзқарастары өзгеріп, радикалданып жатады. Сол себепті уағыз бұл жай ғана видео емес, уағыз бұл білім емес. Нақты білім алам дейтін азамат, дұрыс көзқарас, құндылықтарды қалыптастырам дейтін азамат, бұл біздің мүфтиятқа қатысты, қарасты мешіттердегі имамдардан білім алғаны жөн.